Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Қайтарымсыз гранттар кімдерге беріледі, осы жайлы кішкене түсіндіре кетсек. Өткен жылдың 7 ақпанынан бастап гранттар берудің қағидасы түбегейлі өзгерді. Яғни гранттар екі бағытта беріледі. Біріншіден, азамат жұмыссыз ретінде міндетті түрде тіркелуі тиіс. Екіншіден, жеке кәсіпкерлікпен шұғылдана бастағанына 3 жыл толмаған кәсіпкер болу қажет. Ең маңыздысы, халықты әлеуметтік осал тобына жатуы тиіс. Бұл ретте үміткер төмендегі әлеуметтік санаттардың бірінен болу қажет. Мүмкіндігі бар азаматтар, қандас мәртебесін алғандар, қоныс аударушылар және олардың еңбекке қабілетті отбасы мүшелері, аз қамтылған отбасы мүшелері, көпбалалы отбасының мүшесі, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы алатындар, осы санатқа жатқызылған азаматтарға ғана грант алу құқы беріледі. Бұрынғыға қарағанда жаңа қағидада тағы қандай өзгешеліктер бар? Үміткердің бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерінде оқыту туралы сертификаты болу қажет. Тағы бір өзгеріс, грант алуға өтінім еңбек.kz сайтында электронды форматта жүргізіле бастады. Сайтта 6 ағынға дейін ашылуы мүмкін, бірақ ол қаржының көлеміне байланысты. Әзірге 4 ағын жоспарлануда. Енді атап өтетіні, қазірге дейін бір ағын өтті, ал екінші ағын осы мамыр айының 15 жұлдызына жоспарланып отыр. Оны Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бекітеді. Ағын ашылған кезде жоғарыдағы атап көрсетілген санаттағы ресми жұмыс істемейтін азаматтар өтінім қалдырады. Бизнес жоспары дайын болуы тиіс. Жеке электронды кілті арқылы интернеті бар компьютерге кіріп өзіне кабинет ашады. Соған сәйкес бизнес жоспарын енгізіп, грантты қандай мақсатқа жұмсайтынын көрсету қажет. Егер бизнес жоспарын енгізбей, тек өтінім ғана тастаса, оны комиссия қабылдамай қоюы мүмкін. Үміткер бұл үдерістердің барлығынан өтті делік. Ары қарай не болмақ? Осы процестерден өткеннен кейін портал ашылып, азамат құжаттарын тапсырған соң, дерекқор базасы өзі автоматты түрде үміткердің санатын ресми жұмысын тексереді. Егер әлгі азамат талап етіліп отырған санаттың ешқайсысына жатпаса, база автоматты түрде бас тартады. Сөйтіп ол грант алу мүмкіндігінен айырылады. Егер жоғарыда айтылған санатқа сәйкес келетін болса, ол азаматтың қалта телефонына өтінім қабылданды деген SMS келеді. Сондықтан несиеге өтінім берген әрбір азамат өзінің телефоны арқылы шығуы тиіс. Өтінім мерзімі біткеннен кейін құрылған комиссияға шақырылады. Аудан, қала әкімдері комиссияға кім төраға, кім мүше болатын өздері шешеді. Егер талапкер комиссияға келмесе, бірден бас тартылады. Жеке кабинетіне де комиссия пәлен күні пәлен уақытта өтеді деген хабарлама келеді. Гранттар үміткер өзінің бизнес жоспарын қорғап шығуы тиіс. Ары қарай комиссия грант беріледі немесе берілмейді деген шешім шығарады. Міне осындай қысқаша түсіндірме бере кеттік. Ары қарай сұрақтарыңыз болса, мына комментарийларды жазып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, есендікте жолыққанша.